Балалар, көңілдерің қалай? Ал сабаққа дайындықтарың қалай? Ал ынталарың қалай? Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз күндегі сабақтан ерекше. Мен сендерге сабақтың тақырыбымен және қалай өту жолын түсіндіремін. Бірақ алдымен бірінші бағалауымыз. Міне сендердің алдарыңа мынандай телефон беремін. Бізде 5 тапсырма беріледі. Кім тапсырманы түсінді? Бірінші тапсырма дегенде бояймыз. Екінші тапсырма дегенде бояймыз. Сол арқылы сендердің бағаларың естиді. Осы телефон өзін-өзі бағалау телефоны арқылы бүгін біз өзіміз бағалаймыз. Ал балалар, біз жаңа сабағымызды бастамастан бұрын түбірмен қосымша өтті. Сол түбірмен қосымша сабағына байланысты біздің мына ойынымызды ойнасақ. Бұл келгенде бас пен киізді. Қалай киіземіз? Яғни мысалға қайсы жұмақ, қайсы қосымша, қайсы жалған екенін естейміз, анықтаймыз. Сол үшін біз әр топтан бір-бір оқушыдан шығарады. Мына жақтан Мейіржанды шығарайық, мына жақтан Айжұлдызды, ал мына жақтан Аяланы шығарайық. Ал бастаймыз. Бәрімізге ойын етеді. Аламыз. Бірінші. Ал оқимыз сөзімізді. Ойыншық. Бұл жұрнаққа жалғау ма? Жұрнақ. Дұрыс па? Өте тамаша. Ал екінші. Сезесіз? Қандай сөз? Талғанда. Жұрнаққа жалғау ма? Сразу айтты дейік. Талғау? Жалғау дұрыс. Көмектесіп жүргенің үшін. Ал. Қандай? Жұрнақ. Қандай сөз шықты? Балақай. Өте жақсы. Ал мен жалғау сабағын өттік. Тақырыбын соған байланысты ремонт теру ойын ойнаймыз. Енді бірінші себепке жалғау, екінші себепке жұрнақтан келген сөздерді қоямыз. Ал бастадық. Бірінші, Меруерт, ала ғой. Ол қандай сөз? Жалғау, дұрыс. Міне мына жерге іле саламыз. Ал екінші. Ал Айдана, қандай сөз сенікі? Қашан. Қандай сөз? Жұрнақ па, жалғау ма? Жұрнақ. Дұрыс. Ал кім ала ғой? Ашты. Жұрнақ па, жалғау ба? Жұрнақ. Өте тамаша. Отырамыз. Қане? Иә, қандай сөз болды, Мейіржан? Ал түбір сөзі қырат. Ал тан қосымша ма, жұрнақ па?